Қайырлы күн оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 90-дық жиынтық бағалау 4-ші сынып жаратылыстану пәнінен 4-ші 90 бойынша жауаптарын сіздерге ұсынатын боламын. Менімен бірге видеоның соңына шейін қараңыздар жауаптарын. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда көптеген математика сабағынан есептердің жауаптары, басқа да сабақтардың түсіндірілуі, дүниетану, жаратылыстану сабақтары таба аласыздар көптеген. Және де басқа да сабақтардың жаратылыстану, қазақ тілі, математика, дүниетану пәндерінен БЖБ, ТЖБ-ның жауаптары ұсынылған. Ендеше бастайық балалар, мұқият болыңыздар. Егер де түсінбегендеріңіз болса, қайталап көріңіздер. Түсінбеген жерлеріңізді жазып алыңыздар. 4-ші 90 бойынша 90-дық жиынтық бағалау. Ұзақтығы 40 минут. Бірінші тапсырма. Картаға мұқият қара. Картада барлық материктер 1-6 сандармен белгіленген. Әр материктердің атауын жаз. Бірінші Солтүстік Америка, екінші Оңтүстік Америка, үшінші Еуразия, төртінші Африка, бесінші Австралия, алтыншы Антарктида. Осылай жазатын боласыздар. Келесі екінші тапсырма. Суретте қандай ғарыш денесі бейнеленген? Атауын жаз және сипатта. Суретте бұл ғарыш денесі, бұл астероидтар. Сипаттамасы. Астероидтар көлемі кішілеу ғарыш денесі, ол тас кесектермен немесе металл араласқан контрасттардан тұрады. Олар күнді айнала қозғалады. Келесі үшінші тапсырма. Жердегі тіршілікке ғарыш қалай әсер етеді? Бір мысал жаз. Күн жердегі тіршілік көзі. Күн жерді өзіне тартып қозғалысқа келтіреді. Соның әсерінен жер күнді айнала қозғалады да жыл мезгілдері мен тәулік ауысады. Күннің қызу шамадан тыс болса, адамның денсаулығына кері әсерін тигізеді. Күннің әсерінен жерде магниттік дауылдар тұрады. Айдың тартылыс күшінен әсерінен судың деңгейі көтеріледі және қайтады. Атмосфера жер бетінің ғарыштан құлайтын кіші ғарыш денелерінің қорғайды. Метеориттер мен астероидтер жерге құлап, жер бедерін бұзады. Міне осылай жазасыздар. Келесі тапсырма. Келесі 4-ші тапсырма. Қай жыл мезгілі? Суретте жаз жыл мезгілі деп жазасыздар жауабы. Б. Жыл мезгілдерінің ауысуы неге байланысты? Бірінші, жердің күнді айнала қозғалуына, жердің жорамал осының көлбеулігіне. Келесі сұрақ. Жер күнде неше уақытта өтеді? Күнді неше уақытта айналып өтеді? 365, 366. Бір жылда деп жазасыздар. Келесі тапсырма балалар, 5-ші тапсырма. Суретке мұқият қара және сұрақтарға жауап бер. Сөйлемдерді толықтыр. Денені суға батырған кезде қандай күш пайда болады? Архимед күші, кері итеруші күш деп жауап бересіздер. Келесі сұрақ. Бұл күш қайда бағытталады? Жауабы: жоғары қарай бағытталады, жоғары қарай. Келесі сұрақ. Егер дененің тығыздығы судың тығыздығынан төмен болса, онда дене суға не істейді? Жауабы: батпайды, суда жүзеді. Келесі. Егер дененің тығыздығын судың тығыздығынан жоғары болса, онда дене суға батады деп жазасыздар. Келесі 5-ші тапсырманың келесі сұрағы балалар. Судағы денелердегі әсер етуші күшке қатысты бір мысал келтір. Жазасыздар. Сіздерге мысалдар жазып кететін боламын. Осының ішінен сіздер бүрігін таңдап аласыздар. Тұзды суға салынған жұмыртқа, қабығы бар апельсинді, лимонды суға салса батпайды. Су бетінде қалқып жүрген мұздар, суда жүзіп бара жатқан кемелер мен қайықтар. Осыларды жазасыздар балалар, біреуін. Жақсы балалар, осымен тапсырмаларымыз аяқталды. Міне бал қою кестесі. Осынан да жауаптарын қарап, мұқият жазып алсаңыздар болады. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдыруды
ұмытпаңыздар. Менің каналымда басқа да сабақтардан 90-дық жиынтық бағалау мен БЖБ-лардың барлық жауаптары бар. Менің каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.